Армысың қазақ. Есбол боздан деген боздатып, ойбай исламнан кетпеймін депті. Исламнан кетпе, саған қашан исламнан кетіңдер деп айттық. Тана соғзағына жетіңдер. Бақи дүниеде қайтадан тіріліңдер. Аллахтың жанында отырыңдар, фирдауста отырыңдар. Сендерге сондықтан кітап түсірді ғой. 5 уақыт шариғаттарыңды оқы, тәсбихіңді тарт. Ислам өмірден өзі бөліп қалатын болатын болса, тез жерде. Егер осы бақи дүниеде бір затқа қызыға қалып, Аллахты ұмытып кететін болатын болса, онда өзің такфир сал, айыпта, кінәлімін деп айыпта. Ал біз тәңіршілердің дүние танымында діттелу деген бар. Осы жарекмеді өзіңнің ұрпағының, өзіңнің қайта туың. Біз сол заңдылықты орындау үшін қолымызға шежіре ұстаймыз, ұрпағымызға тәлім береміз, тәрбиелі береміз, мына жарық дүниенің заңдылықтарын орындаймыз, орындауды үйретеміз. Ұлы қазақтан ұлы ұрпақ болып қайтып келу үшін.